Армысыздар, құрметті көрермен, эфирде Ақшам телеарнасының жаңалықтар топтамасы тізгінде мен Алтынгүл Төлегенова. Бүгін көретіндеріңіз. Сәтбаев қаласында алдағы қысқы жылу маусымына дайындық барысы тексерілді. Жұмысшы мамандықтар жыл аясында мемлекеттік қолдаудың арқасында кәсібін дөңгелеткендердің бірі қаламыздың тігіншісі Алима Наурызбаева. Оның табысты жолы заманауи кәсіпкерлік пен ұлттық дәстүрдің тамаша үйлесімі. Сәлден соң толығырақ айтамыз. Сәтбаев қаласында өткен кезекті кездесуде тұрғындар көкейдегі сұрақтарын ашық жеткізді. Жаңарқа ауданы Ақтөбе ауылында ауыл спортшыларының спартакиадасы өтті. Сәтбаев қаласында қысқы жылу маусымына дайындық қызу жүргізіліп жатыр. Осыған орай мәслихат депутаттары мен қоғамдық кеңес мүшелері жылу энергетика кәсіпорнына қарасты номер 1 жылу станциясына арнайы барып, мониторингтік тексеріс ұйымдастырды. Берілген ақпаратқа сүйенсек, қазіргі таңда станциядағы дайындық деңгейі 70% құрайды. Қазандықтарда күрделі жөндеу жұмыстары әлі де жалғасып жатыр. Жоспарға сәйкес барлық жұмыстар қыркүйек айының соңына дейін аяқталуы тиіс. Рейд барысында экологтар мен мониторингтік топ өкілдері экологиялық мәселелерге баса назар аударды. Станция басшылығының сөзінше, биылғы жылы ауаға таратылатын зиянды қалдықтардың көлемін азайтуға күш салынбақ. Бүгінгі күні Сәтбаев қалалық жылу станциясының аумағында тұрмыз. Бұл енді біздің Сәтбаев қалалық мәслихаттары мен мәслихаттың жанындағы қоғамдық кеңес мүшелерінің кезекті мониторингтік рейді. Бүгінгі күнгі өзекті болып тұрған мәселе сол алдағы қысқы жылу кезеңіне дайындық жұмыстары. Соны енді өзіміз басшылықпен кездесіп станцияның өзімізден көріп, қарап өттік. Бүгінгі күнге жаңадан заманауи қондырғылар алып жатыр. Сүзгі секілді келесі жылға былтырғыдай ауаға артық зиянды қалдықтар шығаратын тұстары осы қазандықтың аз болады деген сенім білдіріп отыр басшылығы. Жылу станциясының өкілдері алдағы маусымға тыңғылықты дайындық жұмыстарын жүргізіп отырғандарына сенімді. Өз кезегінде қалалық мәслихат пен қоғамдық кеңес мүшелері бұл бағыттағы жұмыстарды тұрақты бақылауда ұстайтынын атап өтті. Демек, жауапты мекемелер мен тұрғындардың ортақ мақсаты қауіпсіз әрі жайлы қысты бірге қарсы алу. Әйгерім Дат, Мақсат Түкенбай, Ақшам телеарнасы, Сәтбаев. 2025 жыл Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың бастамасымен жұмысшы мамандықтар жылы болып жарияланды. Бұл өз еңбегімен ел дамуына үлес қосып жүрген мамандарға көрсетілген құрмет. Солардың қатарында тігін ісін жаңғыртып жүрген қолөнер шеберлері де бар. Бүгін біз сіздерді дәстүрлі кәсіпке жаңаша дем беріп, өз ісін бастаған қаламыздың тігіншісімен таныстыратын боламыз. Алима Наурызбаеваның тігіншілік жолы осыдан 4 жыл бұрын басталған. Ол мемлекеттік грантты жеңіп алып, алғашқы тігін машинасын сатып алған еді. Кейіннен шеберхана жалдап, қажетті құрал жабдықтарын толықтырған. Осылайша ол алғашқы тапсырыстарын қабылдай бастайды. Алима шығармашылық отбасында өскен, оған тігін өнері шебер әжесінен дарыпты. Сол кезден ақ бұл кәсіптің қыр-сырын меңгеріп, әр тігістің маңызын түсіне бастаған. Іскерлікке мен 2021 жылы дамудан 4 МРП грант ұтып алдым да, содан бір машинка алдым. Одан кейін қазіргі заманда 4 жылда мен қазір 12 машинкам бар. Бірыңғай тігін тігеміз. Бұл тігін маған әжемнен дарыған, нағашы әжем тіккен, өз әжем тіккен, анам да тігеді. Сол бірыңғай тігіс біздікі қазір енді. Қазір шеберханада қыз жасауы, бесік тойы мен сүндет тойына арналған ұлттық киімдер тігіледі. Балаларға арнап есімдері жазылған шапандар мен камзолдарға да сұраныс жоғары. Бүгінде оның шеберханасында 12 тігін машинасы бар және 2 адамды жұмыспен қамтып отырған жайы бар. Қазіргі таңда зейнеткермін. Бұрын балабақшада тәрбиеші болып істедім. Анамнан, әжемнен үйренген. Негізі мамандығым тәрбиеші. Ал енді осы мамандықты мына істеуді жақсы көргендіктен Әминаға осы жерден цех ашқан екен. Соған келіп жұмысқа шықтым. Тігетінім негізгі қазақтың ұлттық киімдері, қамзол, шапан үлкендерге. Соларға өзімнің қызығушылығым өте жақсы. Енді қазіргі уақытта осы ұлттық киімдерді дамытып, әр қазақтың үстінде қазақтың ұлттық киімдері жүрсе екен деп
армандаймын өзім. Тігіншілердің сөзінше соңғы уақытта жастар арасында ұлттық стильге деген қызығушылық арта түскен, жаңа бағыттар да пайда болуда. Киім жалға беру, тапсырыс бойынша тігу, ұлттық нақыштағы мектеп формалары бәрі де ерекше талғаммен ұлт болмысына сай жасалады. Ұлттық киімдерге көп сұраныс, өте көп. Жан-жақтарға жібереміз. Мысалы, мен Қазақстанның бүкіл қаласымен жұмыс істеймін. Шымкент, Алматы, Қарағанды, Астана бүкіліне почтамен салып жібереміз тапсырыстарын. Әлде де гранттар болса, үлкен гранттарға қатысқым келеді. Атамекеннің қолдауы болса да, акиматтың қолдауы болса да, әлі алатын машинкалар көп. Бір 3-4 машинкам бар, ойда жүрген. Ол машинкалар үлкен аппараттар. Соларды алсам, тағы да 4-5 кісіге жұмыс орын ашылар еді деп өзім сөйтіп нетем ойлаймын. Мемлекеттік қолдау мен жеке табандылық Алиманың табысының негізі. Ол тек өзін және отбасын қамтамасыз етіп қана қоймай, жаңа жұмыс орындарын ашып, туған қаласының экономикасына үлес қосуда. Алтынгүл Төлегенова, Ғайни Жайлыбаев, Ақшам телеарнасы, Сәтбаев. Хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Заң және тәртіп апталығы аясында Сәтбаев қаласының Ұлытау көшесінде жергілікті тұрғындармен кездесу ұйымдастырылды. Ашық формат өткен басқосуға қала әкімдігі, прокуратура және учаскелік полиция инспекторлары қатысты. Тұрғындар басты мәселе ретінде балаларға арналған ойын алаңының жоқтығын, бар құрылғылардың тозып, жарамсыз күйге түскенін алға тартты. Сондай-ақ аулада қоқыс жәшіктері мен отыратын орындықтар мүлде жоқ. Ал бұрыннан барлары сынып, қараусыз қалған. Осы шілдеде қала әкімдігі бәрін жаңартамыз деп уәде берген еді. Алайда айтылған сөз сол күйінде қалды. Көзге көрінер нақты іс жоқ, дейді тұрғындар. Планируем 4 микрорайона, точнее кварталов. Это Наша 5 не входит, да? входит. В этом году ваш квартал входит. Это получается 9-й квартал, 8-й квартал, 16-й квартал и 15-й квартал. 4 квартала. Ваш адрес входит 8-й квартал. То есть в рамках благоустройства будет асфальтироваться дороги. Подъездом или как? Дороги и путь к подъездам. Детская площадка. Посмотрим. Ага. И освещение уличное. И мусорные контейнеры будут новые ставить. Вот я хотела за мусорные контейнера. Кездесу барысында айтылған ұсыныстар мен шағымдар хаттамаға енгізіліп, жауапты органдардың бақылауына алынатын айтылды. Жергілікті билік өкілдері мәселені назарда ұстайтындарын жеткізді. Ал заң және тәртіп апталығы Сәтбаев қаласының өзге де шағын аудандарында жалғасатын болады. Мақсат Дүкенбай, Ғайни Жайлыбаев, Ақшам телеарнасы, Сәтбаев. Ұлытау облысы Жаңарқа ауданында жаздың ең ауқымды спорттық шараларының бірі өтті. 24-25 шілде аралығында Ақтөбе ауылында ауыл спортшыларының 22-ші дәстүрлі спартакиадасы ұйымдастырылды. 2 күнге созылған дүбірлі додаға ауданға қарасты 14 елді мекеннен 1000-ға жуық спортшы қатысқан. Күш пен қайрат, жігер мен дәстүр тоғысқан тартысты бәсекенің қалай өткенін келесі сюжеттен бірге тамашалайық. Дәстүрлі спорттық шара 22-ші жыл қатарынан өткізілуде. Жарысқа қатысушылар футбол, волейбол, асық ату, тоғызқұмалақ, гір көтеру, қол күресі, үстел теннис сынды 7 спорт түрінен сайысқа түсті. Бұл спорт түрлерімен қатар қазақ күресі, көкпар, тай, аламан бәйге секілді ұлттық спорттар той көркін қыздыра түсті. Спорттық доданың бір үлкен ерекшелігі ауыл спортшыларын қамту, ауылдағы спортты дамыту. Әрине бұл біздің бұқаралық спортты дамыту, ол біздің ұлт денсаулығы мен ел бірлігін үлкен қамтитын үлкен шара. Бұл жерде біздің спортшыларымыз өздерінің шеберліктерін бәрін көрсететін болады. Кесте бойынша келесі жыл Ералиев ауылдық округіне біз ұсынғалы отырмыз. Ол жерде де қазір инфрақұрылым дайындықтары жұмыстары жүргізіліп жатыр. Үлкен мынау спорттық шағын кешен салынып жатыр. Ол ауылда потенциалы бар. Сол себептен де сол ауылда келесі жыл өткізсек дегенбіз. Бізде арнайы осы 2 кент пен 12 ауылдық округ кесте құрылған. Сол кезең-кезеңмен әр ауылда осындай спартакиадан өткізуге біз жоспарлап отырмыз. Ақтөбе халқы жарысқа қатысқан әрбір спортшылар мен жан-жақтан келген қонақтардың ешбірін назардан тыс қалдырмады. Мәдениет үйі мен қазғатар тігілген 10-ға жуық киіз үйден дәм беріп, қонақжайлықтарын көрсете білді. Ауыл спортына серпін берген бұл спартакиада ел ішіндегі бірлік пен салауатты өмір салтының жарқын көрінісі. Осы Ақтөбе өзіміздің ауылымызда спартакиадаға жарыс өтіп жатыр. Көкпардан осы ауылдың команда капитанымын. Осы ойында жүргеніме 15 жыл болды. Ойын өте тартысты өтіп жатыр. Жаңа Орынбай ауылымен ойнадық. 2-0 есебінде жеңіске жетіп, жеңіс оңайшылықпен келмейді. Жеңіс тұғырынан көрінуге тырысамыз. Барлық
қарсыластарыма сәттілік тілеймін, мықтысы жеңіске жетсін. Бүгінгі Ақтөбедегі спартакиада жарыс өте қарқынды болуда. Алғашқы қарсыласым Ералиев ауылының азаматы болды. Ол жігітті жартылай әдісімен жеңіске жеттім. Ары қарай қазір жалғасуда. Өте жарыс мықты жоғары деңгейде өтуде. Қарсыластарыма сәттілік тілеймін. 2 күнге созылған спартакиаданың қорытындысы бойынша командалық есепте Бидайық ауылының спортшылары топ жарып 15 дүркін жеңімпаз атанды. Жүлделі 2-ші орынды Жаңарқа кентінің спортшылары иеленсе, Қарағаш ауылының спортшылары 3-ші орынға табан тіреді. Жарыс ережесі бойынша үздік спортшылар мен мықты командалар іріктеліп, алдағы уақытта облыстық спартакиадада аудан намысын қорғайтын болады. Айта кетейік, жүлделі орынға ие болған барлық спортшылар Ақтүбек ауылының Атымтай жомарт азаматтарының демеушілігімен әзірленген грамота, медаль, кубокпен қатар қомақты ақшалай сыйлықтарға ие болды. Түйе палуан, тай бәйгесі, аламан бәйгелерінің жеңімпаздарына мотоцикл тарту етілді. Жарыс соңы аудан өнерпаздарының әзірлеген концерттік бағдарламасымен шымылдығын жапты. Алтынгүл Төлегенова, Құндызай Кәрімова, Ақшам телеарнасы, Ұлытау облысы. Бүгінге айтарымыз осы. Алда орай мәліметі және орыс тіліндегі жаңалықтарымыз. Мен өздеріңізбен ертеңге дейін көрсесам, жағымды жаңалықтарда жолыққанша аман сау болыңыздар.